Құлаққа түрпідей тиер, бірақ ешқайсымыздың төрт көзіміз түгел емес қой. Менің де әкем өмірден өткен, жартылай жетім қалдық. Қазақта жетім көрсең жебей жүр, жарлыны көрсең демей жүр дейді. Көп түкірсе көл болады деп, 2-3 жылдың көлемінде сіздер бірігіп, жұдырықтай жұмылып, 100 отбасыға баспана сыйлаған болатынбыз. 100 отбасының басым көпшілігі көп балалы аналар. Қазір көз жүгіртсек, санына Алла көп көрмесін, 480 бала өз үйінде өмір сүріп жатыр екен. Блогер болып, не істедің, халыққа не пайдаң тиді деген кезде Аллаға мың шүкір, Алла бұйыртып, халық қолдап, 480 баланың өз үйінде өмір сүруіне кішкене болса да септігімді тигізін деп, іштей мені қуаныш кернеп тұрады. Сол үшін де сіздерге үлкен рахмет айтамын. Бүгін біраз болып еді, кездеспегелі балалармен мен орынсыз көп мазалай бермеймін отбасыларды. Кейбір балалар тіпті үй бергеннен кейін көрмегенмін. Сол балалардың барлығы бүгін Кейбір балалар тіпті үй бергеннен кейін көрмегенмін. Сол балалардың барлығы бүгін келіп, бас қосып жатырмыз. Алматыдан енді жақын жерлерден келе аламын деген атана 18-20 отбасы, 65-70 шақты бала жиналып отырмыз. Сол балапандарға қазір бүкіл ата-ананың уайымы бала шағамның киімін қалай түгендеймін деп, бір көмек болар деп, осындай мектепке арналған ішінде құрал жабдық, дәптер ручкасы тола, осындай сумка алып жатырмын. Қыздарға арналған сумка, мына жерде ұлдарға арналған сумка, және мына жерде кішкентай біздің балапандарымыз бар, садикке, балабақша жасындағы, соларға алдық. Мынау менің 3 бойжеткен қызым бар, мектеп жасынан өтіп кеткен. Соларға дәл қазір сіздер болып алып жатқан Саншайнның шампуны, гель для душасы, бет жуатын өнімі, спрей жалпы. Осылай алдық. Ал аналарымызға да қазір сіздер біреу сатшы, екеу сатшы деп шаммен іздеп таппай жатқан осындай душқа арналған жиынтық алып келдім. Қол ашықтың жол ашық дейді ғой. Әрқашан қолымыз ашық болып, адал маңдай термен тапқан ақшамызды айналамызбен бөлісе жүрсек, Алла бәрін өзі реттейді. Содан кейін жақта менің жаңағы 65-70 балама осылай дастархан жайып қойдық. Балалардың жейтін енді өзіміздің де баламыз бар, содан білеміз ғой, баланың бөтені болмайды. Пицца, қуырылған суши, наггетсы, фри, бургер, сондай. Мына жақта мен 70 бала шағамның осындағы қазір түстенетін тамағы. Мына жақта біз ата-аналар болып бір әңгіме дүкен айтып, іштегіні шығарып, өсек айтамыз. Мына осы тұрсы қанша теңге екен? Оптым 21 мыңнан екен. Солай 65 балаға алдым. Баланы қуантайын деп. Бұның ішінде мынау спорттық киімін салатын сумочкасы бар. Мынандай қосымша сабақтарға алып баратын. Бұл қыздарға арналған бокс, ішінде осындай ойбай сумка бар. Сумканы ашсақ, ал бісміллә. Бала шағамыз әлі мектепке бармайды, мектепке не дайындаймыз деген бас ауру жоқ әлі. Мынаның ішінде қараңыздар, кәдімгідей мектепке не қажет, соның барлығы түгел бар ғой. Қалам ручкаларын салатыны, су, мынау краскамен бояйтыны. Бізде осындай қазақша краскамен бояйтын деп, пластилин, мынау түрлі түсті қаламдары, мынау гуашы, бояуға қажетті кисттары, қайшысы, мынау қаламы тағы да кіші, бояуы, бір пачка ручка, бояуы, бір пачка ручкасы, стикері бар, мынандай метка қоятыны бар, линейка, құдай бере саған куроми жазатын доскасы. Тіпті міне өшіргіш, қалам ұштағыш, қаламы, клейі, бірнеше сурет дәптері, түрлі түсті қағазы міне. Дәптер қабы, фломастер аха, дәптерлері, замазка, сұйық мынау клей желім, тағы бір замазка, и циркуль дейтін беді, циркуль. Құрып кетай, мияткізінаққа сәлем айт. Бір балаға осыншама зат бар. Мына жақтарында да тағы осындай, бояғанда партугы ғой, мынау кітап қоятыны. Жалпы мынау рюкзактың өзі, рюкзактың сумканың өзі мына ортопед. Балалардың арқасы ауырмайды, белі ауырмайды. Осылай 65 балаға. Ата-аналар сабыр берсін, мектепке баратын. Балан бар екен осында, соларға да мынау партуга алдына. В общем, бала бақшаға санауды үйретеді, су құятыны, бояуды үйретеді, сызуды үйретеді. Соның барлығы бар ғой. Шартыс кетпесін екеу. Міне. Жалпы бала бақшаға не қажет, соның барлығы бар ішінде.
ойыншық алайық деп ойладық. Негізі бәр бала енді ойыншыққа мәз болады ғой. Бірақ енді ата-аналардың да қалтасына кішкене жеңілдік жасайық деп осындай дүниелер алып жатырмыз. Мұнда да қаламы, өшіргіші, линейкасы, ұштағышы, қайшысы, сурет дәптері, картонны бояйтын мынандай наклейкамен барлығы бар. Үлкендеу қыздарыма қазір халыққа сіздерге әрқайсысын 8,5 мыңнан сатып жатқан Саншайнның жаңа өнімдері. Гель для душасы, денеге арналған спрейі, бет жуатын өнімі. Осылай ол қыздарымызға да қуыс үйден құр шықпа деп осындай әдемі қылып дайындап қойдық. Одан кейін біздің аналарымыз бар, әйел кісі бәрібір қыздарға әсемдік жарасады деп әйел кісі әдемілікке құмармыз. Мынау шампуны, мынау кондиционері, мынау гель для душасы денесін жуатын, и мынау денеге арналған сүтті сұйықтығы молочкосы. Келген барлық ата-аналарға осындай сыйлықменен. Көргендерімізге қуаныштымыз. Бүгінгі басымызды қосып отырмын Рысбала ханым. Рысбала ханымға да үлкен рахмет сізге де. Бала шағаңыз қызығын көріңіз. Тойлар болсын үйлеріңізде. Аман болыңыз, деніңіз сау болсын. Аллам әрқашан алдыңызды, жолыңызды ашық қылсын деймін. Барлықтарыңызды көргенімізге қуаныштымыз. Сіз біздесіп, өстеп, араласып жүре берейік. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Рахмет сіздерге, Алла разы болсын. Аға нешінші үй едіңіз? 46. 46-шы үй мәсі. Қыстың күні бір орап тұрған уақытта келдіңіз ғой. Жұлдыз кішкентай ақ ол кезде орабаған андай құндақталған. 4 айлық. 4 ай ма, 3 ай ма? 3 ай, 4 айға енді. Мен 11-ші. 11-ші. Төркіндер өте қуаныштымын. Бүгінгі күн біз үшін ешқашан таптырмайтын бір жақсы бір күн болды. Биыл енді сізге Алла разы болсын, Нағима, команда бәрілеріңізге. Алла разы болсын. Көздеріңізге көрсеткен балаларыңыз аман болсын. Қол аяғыңыз аман есен бауырыңызға алыңыз. Өстіп біз сияқты көп бала ана болып жүре беріңіз сізде. Биыл бізде енді қуанып жатқандарыңызға өте мыңда шүкір рахмет. Бәріміз мектепке барып жатырмыз, балаларымыз. Сол балаларыңыздың қадамдары құтты болсын. Осылар үшін жүгіріп жүрміз енді. Осылар аман болсын. Осы бала деп сізде балаңыздың осы несін жүгіріп жатсыз, сол сізге де сол бала шағаңыздың амандығы, отбасыңыздың амандығын тілейміз. Күнде көре алмасақ та, неден көріп отырсақ та әйтеуір бір тілеп отырмыз бәріміз. Амандықтарыңызды тілейміз. Сізді тапқан дүниеге келген анаңызға да рахмет. Алла разы болсын. Сол анаңыз мың жасасын. Ұзнағаштың реабилитациясынан бірақ шықтық қой. Сол былтырдан бері осы жүріп, бізде мұнан шүкір, не Құдай берса, міне адам қатарына қосылып, бізде мектепке барамыз, Құдай берса. Жақында бір тойымыз бар деп, Мұқағали Мақатай ағамыздың айтқандай бір тойымыз бар. Аман болыңыздар. Сіздерге де бәрің еңбектеріңіз жалына берсін. Мыңда шүкір, Аллаға ризамын. Рахмет сіздерге. Қыздың тілашар ма? Тілашар жасаймыз, тілашар жасаймыз. Балалар әлі тұра тұр дейді. Көргеніме өте қуаныштымын. Рахмет, Құда қаласа. Дүние тұрғанша тұрыңыз, ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Алла тағалам сізге бар жақсылықты нәсіп етсін. Сіздің арқаңызда, Құда қаласа міне, алматылық төркіндер жан жақта қанша жегжат болып жатырмыз. Әуел Алла, екінші сіздің арқаңыз. Сізге не тілеймін? Әлемнің ең керемет жерлерін көріп жаңағы, деніңіз сау болып, көңіліңіз аппақ қой. Құда қаласа ұлымыз, қызымыз сіз сияқты үлкен елге бір елеулі істейтін азаматтардың қатарынан бола берсін. Аман болыңыз, сізді алып келген анаңызбен әкеңізге. Аллаға шүкір дейміз, сіздей адамды бізге берген. Сіздің арқаңызда міне ыстық ұямыз болды, жарқырап күніміз көріп жатырмыз. Балдарымыз аман болсын, бар жақсылық тілейміз сізге. Рахмет, бүгінгі күн үшін рахмет, бізге де нәсіп еткен екен. Просто үйдің номерлерін айтайықшы, неш? 20-шы үй. 20-шы үй. Бұғыз деген ана жақта өз алдына бөлек әлем болып жүреді. Ақырындап балалар өскеннен кейін қосылып жатыр, ана кішкентай енді. Көргестер ма бұрын мысалы Гүлнараны? Соңғы рет үй табыстадық, одан кейін 1-2 рет қоныс тойға келді, сонымен жоқ болдық аумен. Апай 73 кейінгі жағы екен. Сіз? 23. 34. 7, келісан. Кімдер қайда? Көп бала отбасылар біздегі. Қабылбек пен Ардақ. 8 баласын алып келу керек еді. Енді видеодан көргеннен кейін не істейтін болды ғой? Бекер барасам аппышы негізді. Әттең-ай деп. Нұргүл апай 10. 37.
24 аха. Құндыз 53 мәссаған. Ұлжалғас апай? Ұлжалғас апайдың ана үйін беретін кезде естеріңізде ма? Артынан жақсылық ағалар неге келіп қуғыншы болып келесі үйдеші? Гүлі 33, 40. Мұхтар аға 46 үй. Жазок 12, 11 көрші 59 мәссаған. Не, сіздің үйіңізде түсірбек қой? Мә, 1, 2, 3-тер қайықта, 4, 5-тер. Бәрі отыр ма? Неде болса өздерінен көрсін, әдемі бас қосы болып жатыр. Бала шаған кешке дейін ойнатып, мына жерде біраз шаршатып, күнде бұлай бас қоса бермейміз ғой. Астамнен ауыз тиіп жеп отырыңыздар. Бір бас қосайық дедік. Адамға жаңағы ойға келген дүние іске асып жатады ғой, соған өте қуаныштымын. Бірақ көбірек келгенімізде одан да жақсы болушы еді. Әдейі мен андай болады, мынай болады деп айтқан жоқпын да, шын келем деген кісілер өздері келсін іштепші. Сол көргеніме қуаныш. Қазір әйтеуір бір құмалақ, бір қарымай шіртеттеп, қайырымдылықта жүргеннің бәрі жаманатты болып жатырмыз ғой. Қалай жалпы Ырысбала Экранбай үйлеріңіз тартып алған жоқ па берген соң? Мазалап атқан жоқпын ба? Қайта-қайта есіктеріңіз тұрып. Аман болыңыздар, сол үйлеріңізде өсіңіздер, өніңіздер. Жаңа айтып жатыр ғой, 100 үйде 480 бала екенбіз деп. Мәссаған. Мен тіпті кейде бүйтем ғой, басын бүйтіп ойлап санап шығам да, ортасына келгенде мия шиды ғой. Қош деймін сомен. Алла нәсіп етсе 500 бала болуға, где-то бір 4 балалық, 5 балалық отбасы болса, бір 4-5 қана үй болыпты ғой. Соған ниет етіп жатырмыз, адамға ниет жолдас дейді. Жақсы ниеттеніп жатырмыз, соған жете берейік. Мен де қоса саластар ма? Бесеу онда. Бесеуміз пока онда деп па? Сол, ыстық шайлеріңіз бар ма? Жеп алып ішіп отырыңыздар. Жанашырым ана, барасылым ана, тарашылым ана, шуағымсым, бақпағымсым әке, зорбағымсым әке, қорғанышым әке, шырағымсым ана. Аяулын өзіне мақтанамын, ана. Мен сені Меккеге апарамын, ана. Баланың қолдаған бапталамын, бұлағымсың, әке. Біз жылы сөзіне шаттанамын, әке. Мен сені Меккеге апарамын, әке. Биікке самба апарамын, әке. Биікке самбайды бапталамын, шырағымсың әке. Өмір бөлген маған, көңіл бөлген маған, сені берген маған, айгүлімсің, қамқорым дара, сүйенішім дара, әкеме мен ана, байлығымсың, ана. Аяулын өзіне мақтанамын, ана. Мен сені Меккеге апарамын, ана. Баланың қолдаған бапталамын, бұлағымсың әке. Малысы тағы өлі әте берейін? Мен оның күнін сүйем, түнін сүйем, ағынды өзен асқатау күнін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіреттінің сүйем. Отан, отан, бәрінен биік екен. Отан, отан, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Бажандығын сүйемін қыбылаған, бәрі маған отан деп сыбылаған. Жаным менің кеудемді жарып шықты, босығайы бұл оның шын
шырылдаған отан. Ассалашы, итам мен бүгін туған күнім ғой. Gel kazırma. Nişife doldun mu? 9-ға. Рахмет, ассалашы, аман болыңыз. Аппақ болып, жасыңыз көп болсын. Аппақ болып, балаларыңыздың қасында нене болып жүріңіз. Аппақ болып жүріңіз. Амин. Бокалға беріңіз енді, жаңыланбай баланы. Ешқайсың туған күнмен құттықтамағасыңдар ғой енді, айтып жатыр ғой содан кейін.